Саламатсыздар ма, құрметті медик студенттер. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз бұл холинергиялық препараттардың фармакологиясы. Бұл тақырыпта біз холинергиялық синапстардың әсер ету механизмі, холинергияға қатысты рецепторлердің механизмі және де оның молекулярлық механизмінде талдайтын боламыз. Ендеше кеттік. Достар, мынау схема бізге холинергиялық синапстың түбегейлі механизмін түсіндіреді. Енді қараңыздар, синапс дегеніміз не? Синапс дегеніміз бұл компоненті міндетті түрде нерв болуы қажет, түйісетін жерді айтады. Бізде синапстар тек қана қозғыш тіндерде ғана болады. Бізде ол ағзада үшеу ғана, ол жүрек, ол бұлшықет және де ол нерв пен бездер. Не үшін үш ғана деп айттым? Қазір айтқаным төртеу, бірақ ол не үшін үшеу деп аталады? Өйткені жүрек пен бұлшықет бір тінге кіріп кетеді, яғни бұлшықет тіндеріне кіріп кетеді. Сол себептен де бізде үш-ақ жерде ғана синапс болады және үш-ақ жерде қозу жүреді екен. Енді мына синапсқа қарайтын болса, холинергиялық. Бұл жерде синапс бізде холинергиялық болсын, басқа да болсын, синапс үш бөлімнен тұрады. Біріншісі жоғарғы тұрға мына сары, ол бізде пресинаптикалық мембрана деп аталады. Астында тұрған эффекторлық селс деп тұр. Эффекторлық бөлім бұл бізде постсинаптикалық мембрана деп аталады. Осы екеуінің арасында орналасқан қуыс мына жер. Бұл бізде мембраналық немесе синаптикалық қуыс деп айтсақ болады. Енді бір қайталайық. Синапс үш бөлімнен тұрады. Пресинаптикалық, постсинаптикалық және осы екеуінің арасындағы мембраналық немесе синаптикалық қуыстан тұрады. Енді синапс қалай жұмысын бастайды? Бізде холинергиялық синапстарда пресинаптикалық мембрананың ішінде бізде ең бірінші нейромедиатор синтезі жүреді. Нейромедиатор синтезі бұл жерде қандай нейромедиатор десеңіздер, бұл ацетилхолин. Сол себептен де бізде мынау схема холинергиялық синапс деп аталады. Ацетилхолин екі заттан түзіледі. Бұл холин және де ацетилкоэнзима деген былайша айтқанда белгілі бір амин қышқылынан тұрады. Осы екі зат бір-бірімен қосылған кезде бізде ацетилхолин деген зат пресинаптикалық мембранада пайда болады. Бірақ мына жердегі ацетилхолин ол визикуланың ішіне, яғни көпіршіктің ішінде қоршалып пайда болып тұрады. Неге визикуланың ішінде пайда болады? Өйткені егер пайда болған пресинаптикалық ішінде әлі сол жақтағы ацетилхолиннің визикуласы болмайтын болса, онда ацетилхолин ыдырап кететін еді. Неге? Өйткені пресинаптикалық ішінде лизосомальды ферменттер бар. Ол ыдыратып жібереді. Сол себептен де пресинаптикалық мембрананың ішіндегі ацетилхолин пайда болған кезде сыртында, былайша айтқанда, чехолмен пайда болады. Түсінікті ғой? Енді бұл чехол пресинаптикалық мембрананың аяғына келген кезде, соңғы бөлігіне келген кезде, оған шығуға және визикуланы жаруға көмектесетін бір ион бар. Ол кальций ионы. Кальций ионы келеді де визикуланы жарады, и ацетилхолин бізде синаптикалық қуысқа шығады. Ацетилхолин синаптикалық қуысқа шыққаннан кейін ол эффекторлық бөлімге әсер етеді, яғни постсинаптикалық бөлімге әсер етеді. Сол кезде ол екі рецепторға әсер етуі мүмкін. Ол никотин және мускарин. Естеріңізде болсын, достар, холинергиялық синапста тек екі ғана рецептор қатысады. Ол мускаринді және де никотинді. Оны біз қазір жеке-жеке талдайтын боламыз. Енді ацетилхолин өзінің бір эффектісін көрсеткеннен кейін сол рецепторлер активтенеді, сигналды төменге түсіреді екен. Ацетилхолин рецептормен байланысқаннан кейін ол міндетті түрде ыдырау керек. Неге? Өйткені рецепторлерді былайша айтқанда зақымдап артық былайша айтқанда қозуға келу мүмкін. Сол себептен де ацетилхолин
ацетилхолин эстераза ферменті көмегі арқылы ыдырайды и холин мен ацетатқа бөлінеді. Холин қайта пресинаптикалық мембрана кіріп, ацетилкоэнзимамен қосып, қайтадан ацетилхолин пайда болуға көмектеседі екен. Енді бұл түсінікті болатын болса, схемада сызып бірге талдайық. Достар, схемаға көзімізді салайық. Бұл жерде біз ацетилхолин және холинергиялық мембрананың, холинергиялық синапстың механизмін айтатын боламыз. Енді қараңыздар, мына бөлікте тұрған бұл бізде пресинаптикалық мембрана, мына бөлікте тұрған ол постсинаптикалық мембрана. Осы екеуінің арасындағы орналасқан аймақты, бос кеңістікті біз синаптикалық қуыс деп айтсақ болады. Енді қараңыздар, бізде пресинаптикалық қуыста мына жерде ацетилкоэнзимаға бізде холин деген зат қосылады. Екеуі қосылып, холин мен ацетилкоэнзимаға екеуі бір-бірімен реакцияға түседі. Ол реакцияға қатысатын ферментті мына жерге жаза кетейік. Ол ацетилхолин трансфераза. Ацетилхолин трансфераза. Ацетилкоэнзимамен холин бірге қосылған кезде бізде ацетилхолин медиаторы пайда болады, нейромедиаторы. Ол нейромедиатор көріп тұрғанымыздай визикулаға қоршалған, яғни көпішікке қоршалған. Ол көпішікке не үшін қоршалған? Өйткені бізде ол қоршалу себебінің негізі, өйткені пресинаптикалық мембрана бізде лизосомальды ферменттер бар. Сол лизосомальды ферменттердің зиян әсеріне ұшырап кетпес үшін бізде ацетилхолин визикулаға қоршалған. Ол визикула жарылып, бізге осы аймаққа шығуға көмектесетін иондардың бірі бұл бізде кальций ионы. Кальций ионы ацетилхолиннің визикуласын ыдырауына және де синаптикалық қуысқа шығуына ықпалын тигізеді екен. Енді ацетилхолин синаптикалық қуысқа шыққаннан кейін ары қарай не болады? Мына жақта екі рецептор бірден бір жерге жазып қойғанмын. Негізінде екеуі екі түрлі жерде орналасады, бірақ ыңғайлы болу үшін екеуінде механизм түсініп кетейік. Егер де ацетилхолин М рецепторға әсер ететін болса, яғни мускаринді рецепторға әсер ететін болса, онда ол әсер еткен кезде мускаринді рецептордың астында орналасқан G белокты оятады. G белок дегеніміз не? Кейбір рецепторлер бізде G белокпен байланысқан. Өйткені кейбір заттар, нейромедиатор болсын, гормондар болсын, препараттар болсын, осы белгілі бір синаптикалық болсын, басқа да бір клетканың мембранасына кіре алмайды. Бірақ өзінің ақпаратын клетканың ішіне жіберу үшін ол G белоктың көмегін сұрайды. Яғни рецептормен байланысады, рецептор сигналды G белокқа жібереді. Өйткені нейромедиатор, дәрі, гормон өзінің сигнал мына жағы өз жібере алмағандықтан рецепторге байланысады. Рецептор G белокқа сигнал жібереді. G белок сигналды рецепторден алады да, ары қарай клетканың ішіне жібереді, ядроға дейін сигналды апарады. Ядро сигналды алғаннан кейін клетканың қалай жұмыс істеу керек және де қандай қылып жауап беру екенін айтады. Яғни G белок жоғарыда тұрған рецептормен байланысқан нейромедиатор, гормон, препараттың сигналын алады да клетканың ішіне қарай жіберіп, бізде жауапты беруге көмектеседі екен. Сол себептен достар, G белокты білу өте маңызды. Өйткені G белокты білсеңіздер, сіздер холинергиялық пен адренергиялық препараттардың механизмін, жанама әсерін және де қарсы көрсетілімін не үшін жабылған екен түсінетін боласыздар. Енді бізде
арнайы видео болады G белоктар байланысты, сол себептен де еш уайымдамаңыздар. Енді қараңыздар, G белокта бізде М рецепторде екі вариантта болуы мүмкін. М GI белогымен байланысуы мүмкін, немесе GQ-мен. Енді ары қарай сұрақ туындайды. Қандай G белок, қандай М рецепторлерде болады? Егер де холинергиялық рецепторлердің М түрі болатын болса, М1 түрі болатын болса, немесе М3 түрі болатын болса, онда ол GQ белогымен байланысады. Егер де М2 рецепторы болатын болса, онда ол GI белогымен байланысады. Қорытынды түрде мына жерге жазып кетейік. Егер де бізде мускаринді рецепторының бірінші немесе үшінші типі болатын болса, оларға жоғары жақтан сигнал келетін болса, олар сигналды клетканың ішіне қандай G белок арқылы жібереді екен? GQ. Егер де М2 деген түрі болатын болса, мускаринді рецепторының, онда бізде GI G белогына жібереді екен. Енді одан бөлек холинергиялық синапста М рецепторден бөлек тағы да N рецептор бар, яғни никотинді рецептор. Никотинді рецепторлердің бір жақсы жері, олар сигналды G белоктарға жібермейді. Өйткені олардың табиғаты бойынша никотинді рецепторлерде G белок жоқ. Сол себептен де олар басқаша әсер береді. Қалай? Егер де ацетилхолин, дәрі немесе гормон никотинді рецепторға әсер береді болса, онда ол G белоктарға сигнал бере алмайды, өйткені оларда G белок жоқ. Сол себептен де олар натрий немесе калий каналдарына әсерін тигізеді. Яғни мембрананың бойындағы тұрған натрий калий каналдарына активный эффект береді екен. Не болмаса натрийді ашады, не болмаса калийді ашады екен. Никотиннің әлбетте түрлері бар, оны қазір мына жаққа жазып кетейік. Никотин рецепторының екі түрі бар. Ол никотин рецепторы нервтің ганглияларында орналасуы мүмкін, оны біз НН рецептор деп атаймыз. Никотин рецепторы скелетті бұлшықеттерде, яғни қаңқа бұлшықеттерінде орналасуы мүмкін. Оны біз НМ рецепторлер деп атаймыз. Енді ацетилхолин екі рецепторге әсер етіп біткеннен кейін, ары қарай не істейді? Өзінің эффектісін көрсеткеннен кейін, оны рецепторден алып тастау керек. Өйткені рецептор қатты қосып кетсе, ағзаға зиян тигізуі мүмкін. Сол себептен де ағза ацетилхолинді рецепторден тұрғызып жіберу үшін орнынан арнайы фермент бар. Ол ацетилхолин эстераза деп аталады. Ол ацетилхолин эстераза рецепторде тұрған ацетилхолинді ыдыратып жібереді. Қандай заттарға? Холин және де ацетат деген заттарға ыдыратып жібереді екен. Ацетат ары қарай ағзадан кетеді, ал холин қайта қайға сіңіреді екен? Пресинаптикалық мембранаға кіреді екен де, қайтадан ацетилкоэнзима деген затпен қосылып, ацетилхолин трансфераза ферменті оған көмектеседі. Сол кезде бізде ацетилхолин деген нейромедиатор қайтадан пайда болады. И бұл осылай цикл тәрізді жүреді екен, үздіксіз. Түсінікті ғой? Бұл сіздерге не үшін қажет? Өйткені фармакологияның холинергиялық препараттардың механизм түсіну үшін мына схема сіздерге ауадай қажет. Егер де схема керек болатын болса, қазір скриндап алыңыздар, мен бұлай тұрайын. Скриндап алсаңыздар, достар, келесі бөлімге өтейік. Одан бөлек сіздерге бір жаңалық айтып кетейін. Біздің арнайы телеграм каналымыз бар екен, ұмытпаңыздар. Сол телеграм каналға білімді бол дәрігер каналымызда бізде әрдайым керемет фармакологияға байланысты ақпараттарды PDF форматында көрсететін боламыз. Және де осы видеода да көрсетіп жатқан барлық схемалар, барлық механизмлардың
бізде презентациясы бар. Каналның сілтемесіне өтіп, жүктеп алсаңыздар болады. Ал біз ендеше ары қарай кеттік. Достар, біз ары қарай жалғастырайық. Жаңағы айтып кеткен G-блоктарға толығырақ тоқталып кетейік. Бізде М1 рецепторға әсер еткен кезде бізде GQ белогы ары қарай сигналды алып кетеді. GQ белогы сигналды ары қарай фосфолипаза С деген молекулаға сигналды береді. Ол өз кезегінде бізде инизитол трифосфат пен диацилглицериттің пайда болуына және активтенуіне алып келеді. Аталған екі заттың активтенуі бізде кальций ионының клетканың ішінде концентрациясының көбеюіне алып келеді. Егер кальций көбейетін болса, ол жиыруға алып келеді. Түсінікті ғой, достар? Сол себептен де GQ белоктың механизм білу керек. Қараңыздар, егер сіздер мына GQ белокты былай біліп алсаңыздар, неден кейін не активтенеді, ол неге алып келеді деген біліп алсаңыздар, сіздерге болды. Ең бір сіздерге білу керек нәрсе, тек қана GQ белогы қандай рецептормен байланысқан білсеңіздер болды. Өйткені біз алдағы уақытта адренергиялық препараттарды өткен кезде де, ол жақта альфа-1 рецепторы GQ белогымен байланысқан болады. Сол кезде сіздер уже альфа-1-дің механизмін оқудан қажет етпейсіздер. Өйткені сіздер GQ белогы альфа-1-мен байланысқандықтан тура схема осылай кетеді. Енді келесі М2-ге келетін болсақ, бізде GI белогымен байланысқан. GI белогы активтенген кезде бізде аденил циклаза жүйесі активтенеді, ол ЦМФ-тің деңгейін жоғарылатады. ЦМФ бізде былайша айтқанда жиырылуды төмендетеді. Түсінікті ғой? М2 рецептор көбінесе бізде жүректе орналасады. Сол себептен де М2-ның активтенуі бізде жүрек жиырылуының төмендеуіне алып келеді. М1 мен М1 көбінесе бізде орталық жүйке жүйесінде, бронхтарда және басқа да ағзаларда орналасады. М3-ге келетін болсақ, М3 тоже GQ белогымен байланысқан, оның жүру схемасы тура бірдей. GQ белоктардың бүкіл схемасы бірдей болады, достар. Сол себептен де осыны жақсы түсініп алу қажет. Ал енді N рецепторға келетін болсақ, N рецептор олар ешқандай GQ белогымен байланыспаған, сәйкесінше олар тек қана натрий немесе калий каналдарын ашады. Бізде телеграм каналымызға жүктейміз. М рецепторлер қай жерде орналасқан, N рецепторлер қандай ағзаларда орналасқан, сіздер біздің телеграм каналдан кіріп көрсеңіздер болады. Телеграм канал осы видеоның сілтемесінің астында тұрады. Басып кіріп қарасаңыздар, нұр үстіне нұр болады, достар. Ендеше осымен аяқтайық сабағымызда. Сау сәлеметте болайық. Каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып, және де ең бастысы каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған білімді бол дәрігер проектісі. Аман болыңыздар.